Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Гүлсана. Бүгін біз сіздермен алма повидласын жасаймыз. Мында менде 2 килограмм алма, соны жуамыз және ортасындағы дәндерінен тазалаймыз. Тазалап болғаннан кейін 1 стакан су құямыз және газға жібереміз, бетін жауып. Міне бізде алмалар осылай пісу керек. Араластырып тұрамыз, асты жабысып қалмау үшін. Міне бізде осылай пісіп шықты алмамыз. Енді блендерлаймыз. Міне бізде осындай біркелкі консистенция шығу керек. Енді ситамызды алып, осының барлығын ситадан өткіземіз. Ситадан өткізгеннен кейін біздің күшті болып шығады, өте нәзік болып шығады, нежный сондай, дәмі керемет болады. Міне біздің қалған алманың қалдығы осындай болып шықты. Енді қант салып, жақсылап араластырамыз. Және отқа жібереміз. Отқа немесе газға, кімге қалай ыңғайлы. Міне газда қайнағаннан кейін отын азайтамыз және пісіреміз. 40-45 минут бойы қайнатамыз. Осылай араластырып тұрамыз. Асты жабысып қалмау керек. Міне көріп тұрсыздар, түсін өзгертті. Міне повидланың дайын болғанын осындай методпен білуге болады. Жан жаққа ағып кетпеу керек. Міне енді мен мұнда банкаларымды стерилизовать етіп алдым. Енді повидламызды құйып шығамыз. Міне бізде осындай 3 банка шықты. Енді бұл повидла толықтай суығанша үстін жауып қоямыз. Міне біздің повидламыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Дәмі деген тамаша, дәмді. Сондай дайындап көруге кеңес беремін. Ас болсын.